Сәлем достар, сіздер менен аршарғайларыңыз. Біз бүгін 2020 жылы математикалық сауаттылықтан келген бірінші қаңтар айында болған ұбт-да келген сұрақтарды талдауды бастаймыз. Сұрақ мындай: картада екі қаланы қосатын кесіндінің ұзындығы 3 сантиметр. 3 сантиметр екен. Картаның масштабы бірде 1 миллион сантиметр, яғни 1 сантиметрде 1 миллион сантиметр бар дегені. Картадағы 1 сантиметрді өлшесеңіз, сол аралықта шын мәнісінде өмірде, мысалға мынау 1 сантиметр болса, шын мәнісінде өмірде осы жерде 1 миллион сантиметр бар деген. Түсінікті ма? Екеуі де сантиметрлер, қатынастар. Екі қаланың арақашықтығын тап дейді. Метрде, километрде берілген. Біз мына сантиметрді бірінші метрге айналдырып алайық. Метрге айналдыру үшін 2 нөлді сызып тастаймын. Өйткені 100 сантиметріміз 1 метр. Сондықтан 2 нөлді алып тастаймын, мына метрге айналды. Яғни 1 сантиметрде бізде әзірге 10.000 метр бар. 10.000 метрді километрге айналдырсам, километрге айналдыру үшін не істейміз? 3 нөлді сызамыз. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. 1000-ның артында қанша нөл бар? 3 нөл бар. 3 нөл болғандығы үшін 3 нөлді сызып тастаймын. Сонда общий барлығы 5 нөлді сызып тастадым. Сонда сантиметріміз 1 сантиметрде километр қалды. 1 сантиметрде 10 километр бар екен. Егерде біз картада мына жер 1 сантиметр болса, онда шын мәнісінде бұл екі қаланың аралығы 10 километр екен. Енді бізге не дейді? 3 сантиметр дейді. Картаның масштабы мынандай болса, екі қаланың арақашықтығы қанша? 1 сантиметрде 10 километр бар болса, 3 сантиметрде 30 километр бар болады. 30 километр. Түсінікті ма? Масштабқа байланысты есептерді осылай шығарамыз. Егер түсінікті болса, лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз. Сіздерге хабарландыру, мен жақында онлайн сабақ өтейін деп жатырмын. Описание бөлімінде менің телеграмым бар. Кіріп жазсаңыздар, қызыққан адам болса жазсын. Мен оған шарттарын жіберем. Үйдегілерге көрсетесіздер, талдайсыздар. Егер сіздерге ұнайтын болса, кейін дальше қарастыра беретін боламыз. Онлайн сабақтарда мен күнде бір вариантты талдап отыратын боламын. Сізге жіберіп отыратын боламын. Бірінші сізге просто вариант жіберем, сіз оны шығарып маған жібересіз, мен сізге дұрыс жауабын жіберем. Солай. Сізге ұбт-дан математика сабақтан 20-20 тіл жинауыңызға тілектеспін.